Жаратылыстану пәнін оқыған кезден ең басты біздің мақсатымыз баланың зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Біз зерттеу жүргізгенде алдымен зерттеу сұрағын қоямыз. Бұл зерттеу сұрағына жауап беру үшін ақпарат жинаймыз. Яғни ақпараттың ішіне жаңа зерттеу жүргізетін бақылау экспериментте кіреді мына циклда. Содан кейін жауаптың моделін құрастырамыз. Одан кейін оны презентация жасаймыз, талқылаймыз, зерттеуіміз аяқталғаннан кейін рефлексия жасаймыз. Сонымен зерттеу кезеңдерден тұратын циклге ұқсайды екен. Енді практикалық жұмыс. Жаратылыстану пәні ол практикаға бағытталған пән. Мәтін оқытып, қандай да бір теориялық материалдар беретін пән емес. Кез келген оқу мақсаты алдымен практикалық тұрғыда орындалады. Мұғалім оқушының жаңалық ашуына себеп болатын оқу мазмұнын таңдайды. Эксперимент болса эксперимент, болмаса бақылау, немесе ақпарат көзімен жұмыс істеу, немесе суреттер дайындаймыз салыстыру үшін теориялық материалдар. Мысалы, әрине біз космосты ешқандай экспериментпен бақылай алмаймыз, жасай алмаймыз, зерттей алмаймыз. Сондықтан видеоматериал, тағысын тағы да түрлі ақпараттық ресурстарды дайындаймыз. Мұғалім оқушының зерттеу нәтижесін алдын ала біледі. Яғни біз зерттеу жүргізген кезде қандай да бір жаңалық ашамыз. Бірақ біз мұғалім ол жаңалықты білеміз. Бұл жаңалық әрине ғылым үшін емес, оқушы үшін керек. Ашылатын жаңалық оқу процесінің уақытымен шектеледі біліп тұру керек екен. Сонымен жаратылыстану сабағының ең негізгі бөлігі бұл практикалық жұмыс.